Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаратылыстану математика бағыты геометрия 11 класс, пирамида және оның элементтері, пирамида бетінің ауданы тақырыбындағы кейбір күрделі есептерді шығару жолдарын көрсетемін. 67 есеп А пункті бойынша дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір бетінің ауданы 48 сантиметрге тең, ал табанының қабырғасы 8 сантиметрге тең болса, оның бүйір қырын тап дейді. Яғни табанының қабырғалары тең, барлығының қабырғасы 8 сантиметрге тең. Яғни бүйір SV бүйір қабырғасын табамыз. Табу үшін біздерге S бүйір бетінің ауданын табатын формуласын жазайық. 2/1 P көбейтілген L. Осы формула бойынша біздерде бүйір беті белгілі, периметрі белгілі, біздер апофемасын тауып аламыз. Апофемасын табу үшін біздер ең бірінші VSA жағының апофемасын түсірейік. Яғни кез келген жағына түсірілген биіктік бізде апофема деп аталынады. SK енді үшбұрыш VSA яғни тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан S төбесінен түсірілген жаңағы биіктігіміз AB қабырғасын тең 2-ге бөледі. Біздерде қабырға 8 болса, яғни мына жерде 4 сантиметр болып 2 бөлікке бөледі. Енді апофемасын табу үшін біздер мына жерде орындарына мәнін қойайық. 2/1 P-ның орнына, яғни 3 қабырғасы 8-ден болса 24, көбейтілген апофемасы тең болады бүйір бетінің ауданы 48-ге тең. Осыдан 24 пен 2-ні 2-ге қысқартатын болсақ, 12L тең болады 48-ге. Осыдан апофемамыз тең болады 48 бөлінген 12. Осыдан L тең болады 4-ге. Сонда біздің іздеп отырған апофемамыз 4-ге тең. Мынау енді қабырғасы 8. Енді біздерге SP-ны табу ғана қалды. SP-ның квадраты. Енді жаңа апофема түсірген кезде тең 2-3 тең бүйірлі үшбұрыш, тікбұрышты үшбұрыш пайда болды ғой. Біздер SKV тікбұрышты үшбұрышын пайдаланамыз. Тікбұрышты үшбұрышынан SP квадратымыз неге тең? SK-ның квадраты қосылған VK-ның квадратына. Осыдан SP квадратымыз жаңа тауып алдық, яғни SK-мыз 4-ке тең. Сонда 4-тің квадраты қосылған, жаңа айттық, VK-мыз ол да 4-ке тең. 4-тің квадраты тең болады 32-ге. Сонда SP-ны табу үшін 32-ден түбір табамыз. 32-ні 16 көбейту 2 деп жазсақ, сонда 4 түбір асты 2-ге тең. Жауабы SP, SA барлығы өзара тең, яғни барлығы да 4 түбір асты 2-ге тең. 67-ші есептің А пункті бойынша біздерде тағы да дұрыс үшбұрышты пирамида берілген. Қабырғалары 10 сантиметрге тең. Табан қабырғалары төбесіндегі жазық бұрышы 60 градусқа тең. Бүйір бетінің ауданын тап дейді. Енді жазық бұрышы 60 градусқа тең болатын болса, біздер дұрыс үшбұрышты пирамиданың жақтары тең бүйірлі үшбұрыш екенін
білеміз. Олай болатын болса, біздерде мына жердегі үш бұрыш АС бұрышы тең қабырғалы үш бұрыш болады. Тең қабырғалы үш бұрыш болады. Сондықтан S-іміз да, S-амыз да, S-біміз да 10 сантиметрге тең болды. Енді бүйір бетінің ауданын табатын формуламыз жаңа жазып кеттік, білеміз. 2-ден 1 P көбейтілген L, яғни апофемасы. Біздер бүйір бетін табу үшін бізде периметріміз белгілі, таба аламыз. Бізге тек қана не керек? Апофема керек. Апофемасын түсіреміз. Яғни тағы да тең кесіндіге бөледі. Мына жер 5 сантиметр, 5 сантиметр алып. Енді осыдан апофемасын табайық. СК апофемасы біздерде тағы да тікбұрышты үшбұрыш пайда болды ғой енді. СК-сы тікбұрышты үшбұрышынан біздер СК-ны табамыз. СК-ның квадраты S-ның квадратынан К-ның квадратын азайтамыз. S-ның квадраты 10-ның квадраты азайтылған, мына жерде К-сынікі 5-дің квадраты. 100-ден 25-ті алса 75 болады. Осыдан СК-ны табу үшін 75-тен түбір табамыз. Оны 25 көбейту 3 деп жатсақ, 5 түбір асты 3 болады. Болды, апофемасын таптық, яғни СК-мыз бұл апофема. Енді S бүйір бетінің ауданын табу үшін 2-ден 1 көбейту. Яғни периметр нешеге тең? Барлық қабырғасы 10-ға тең болатын болса, яғни қосындысы 30-ға тең. Көбейту L-іміз, мұнағы апофемамыз 5 түбір асты 3-ке тең болды. Тең болады. 30 бен 2-ні 2-ке қысқартсақ 15 болады. 15-ті 5-ке көбейтсем 75 түбір асты 3 болады. Сонда бізде сұрап отқан S бүйір бетінің ауданы 75 түбір асты 3 сантиметр квадратқа тең болады екен. Жауабы 75 түбір асты 3 сантиметр квадрат. Енді S бүйір беті деп жазуға болады. Жалпылама жауабы 75 түбір асты 3 сантиметр квадратқа тең. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.